Қайырлы күн, менің есім Манел. Мен өздеріңізбен корпоративті КМФ демеу қоры мен Мост бизнес инкубатор ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Финбос курсында кездескеніме қуаныштымын. Несие өнімдері дегеніміз не? Олардың қандай түрлері бар? Несие өнімдері деген тақырыпты талдамас бұрын алдымен несие өнімдерін кім жеткізіп беретін, яғни бізге займдар мен несиені кім береді? Несие өнімдерінің негізгі тасымалдаушысы микроқаржы ұйымдары және банктер. Микроқаржы ұйымдары, банктер заңдық тұрғыда қызмет көрсетіп отырған қаржы ұйымы болып табылады. Олар өз қызметтерін заң шеңберінде жүргізіп келеді. Микроқаржы ұйымдарының, банктердің және өзге де қаржы ұйымдарының қызметі Қазақстан Республикасы аумағында заңмен реттеліп, қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау агенттігінің құзырымен бақыланады. Барлық микроқаржы ұйымдары мемлекеттік тіркеуден өтіп, микроқаржы қызметін атқаратын ұйымдар тізіміне енгізілуі тиіс. Банктер өздерінің қаржылық қызметтерін арнайы банктік лицензия негізінде жүргізеді. Банктер мен шағын қаржы ұйымдарының өзара айырмашылығы неде? Микроқаржы ұйымы да банкте қаржы ұйымы болып есептеледі. Банк кең көлемді қаржы қызметінің түрлерін ұсынады. Атап айтқанда банктың аударылымдары, салымдарды қабылдау, несие беру, инкассация, ақша айырбастау сынды қызметтер. Ал микроқаржы ұйымдарының негізгі қызметі несиелендіру, яғни микронесиелер беру. Біз осыған дейін өткен тақырыптарымыздың бәрінде осыны айтып өттік. Еске түсіріп көрейікші, несие дегеніміз не? Несие дегеніміз кредитордың несие алушыға белгілі бір пайызбен ақшалай қарыз беруі. Ақшалай заем кредитордың қарыз алушыға белгілі бір мерзімге белгілі бір пайыздық үстемемен беруі. Несие заңды және жеке тұлғаға беріледі. Мақсатты және мақсатсыз, кепілдікпен және кепілсіз. Мақсатты және мақсатсыз, кепіл және кепілсіз болады. Қалай ойлайсыңдар, мақсатты несиелер дегеніміз не? Мақсатты несие дегеніміз белгілі бір мақсатқа жұмсалатын қаржы. Мысалы, жылжымайтын мүлік немесе автокөлік сатып алу. Егер ақшаны автокөлік сатып алуға алған болсаң, соны саяхатқа жұмсауға құқыңыз жоқ. Сонымен қатар несиелер кепілді және кепілсіз деп бөлінеді. Кім айтады? Кепілді несие дегеніміз несие алған кезде тәуекелге өзіңе қымбат затты кепілге қою. Егер несиені уақытылы төлей алмасаң, банк бұл затты сенен алып қояды. Кепілсіз несиелер бойынша ставкалар анағұрлым жоғары болады, өйткені тәуекелдер де басым. Мәселен, кепілді несиеде банк кепіл затта сатып, өз ақшасын қайтара алса, кепілсіз несиеде олай істей алмайды. Сол себепті осындай несие ставкасы жоғары болады. Бүгінгі таңда нарықта несие өнімдерінің түрлері көп. Олардың өзара айырмашылықтары несиенің мақсаттылығында, мерзімі мен пайыздық ставкасында, сыйақы ставкасында. Сонымен танымал несие өнімдерінің түрлерін атайық. Мысалы, ипотека, ол баспана алуға алынған несие. Ипотекалық несиенің өзіндік ерекшелігі бар. Мұндай несиені рәсімдемес бұрын қолыңызда алатын үйіңіздің 20% көлеміндегі бастапқы жарнасы болу керек. Бөліп төлеу жайлы сұрағым келеді. Дүкендер тауарды бөліп төлеуге бергені де несие деп санаймыз ба? Тамаша сауал. Тауарды бөліп төлеу арқылы сату дегенді кім түсіндіре алады? Мәселен, етік немесе сөмке сатып алғың келді. Оған ұзақ ақша жинамайық. Дәл қазір жеңілдіктер болып тұрғанда, оны сен осындай қызметпен бөліп төлеп сатып ала аласың. Дүкен мен банк арасында әріптестік бар. Банк дүкенге несие береді, ал дүкен несиені сенің салымдарымен қайтарады. Сатушы 100 мыңның, банк өзінің комиссиясын 50 мың теңге көлемінде алады. Екі жақта осылай пайда құралады. Дүкен тауарды банкке көтерме бағамен, ал тұтынушыға жеке бағамен сатады. Банк үшін тиімділігі сол, өзінің алдағы пайызын алады. Ал дүкен үшін негізгі пайда тауар айналымы артады. Несие өнімдерінің келесі түрі несие картасы. Меніңше бұл өніммен көпшілігіміз таныспыз. Кім біледі өнім жайлы?
Картаның екі түрі бар: несие және дебиттік карта. Олардың өзара ерекшелігі көп емес. Несие картасымен кез келген төлем жасай аласың, дебиттік картада да сәл солай. Алайда несие картасында жеке қаржыңды және несиеге алған соманы сақтай аласың. Сонымен қатар несие картасының қызметі үшін айына 15 000, ал дебиттік карта үшін 10 000 теңге төлеу керек. Несие картасын қолдануда ол мақсатты несие емес екенін естен шығармауларыңыз керек. Оны жұмсаған кезде де пайыздық үстемақы қосылады. Несие картасын қолданбас бұрын келісім шартты мұқият оқыңыз. Пайыздық ставкаларды өтеуде жеңілдіктер бар ма? Уақытылы төлем жасамаңыз айыппұлдар бар ма? Несие картадағы қарызды толық өтеген кезде қайта несие ала аласыз. Алайда несие картасы несие екенін ұмытпаңыз. Қолданбас бұрын мұқият танысыңыз. Келістік пе? Хорошо? Еще один вид кредитных продуктов – это Несие өнімдердің тағы бір түрі шағын несиелер. Шағын несиелерді рәсімдеу үшін банктегідей көп құжат жинаудың қажеті жоқ. Мұндай несиелер 10-15 минуттың ішінде рәсімделеді. Шағын несиелерді микроқаржы ұйымдары береді. микрокредиты выдаются Мұндай несие алған болсаңыз, оны тезірек жауып тастауға тырысу керек. Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін осындай несиелер тиімді. Егер сома үлкен болмаса, кепілсіз шағын несие алуға болады. Егер сома үлкен болса, кепілді несие рәсімделеді. Мұндай несиені алу тәсілі оңай, сонымен қатар топты қаржыландыру қызметінде ұсынады. Бұл дегеніміз не? Егер кәсіпкерге ақша қажет болса, алайда оның кепіл заты болмаса, бизнестегі әріптестерімен немесе достарымен бірігіп шағын несие рәсімдей алады. Мұндай несие жауапкершілігі бір-бірінің және шағын несие ұйымы алдында болады. Скажите, кто-нибудь из вас уже задумывался над... Айтыңыздаршы, жеке кәсібін ашқысы келетіндер бар ма? Иә, кім айтып береді? Мен өзімнің кофеханамды ашқым келеді. Тамаша, Ирмина, өзіңнің кофеханаңды ашқың келеді. Оған бұл үшін ақша керек. Сен банк немесе шағын несие беру ұйымдарының қызметіне жүгіндің. Барлығымыз Ирмина үшін тиімді жоспарды құрып көрейік. Алдымен не істеу керек? Сонымен ойландыңыздар ма? Кофехана ашу үшін қандай жоспар құру керек? Открытие кофейни. Кофехана ашпас бұрын өзіңнің кіріс шығыстарыңды зерттеп, несиені өтеуге шамаң жете ме деген сауалға ойлану керек. Бизнестің кірісін есептегенде ең төменгі көрсеткіштермен есептеу керек. Оны тағы 2-ге бөлу керек. Өйткені сіз алда не күтіп тұрғанын білмейсіз. Ең жаман жағдайда ахуалыңыз минусқа кетпей ме, соны анықтаған жөн. Мен Димамен келіспеймін, өйткені осындай пессимистік оймен бизнес бастау дұрыс емес. Біздің кірістің әрбір қалдығы қалдырып отырып, кейін несиені жауып тастауға болады. Кейін ол ақшаны несиені жауып қосымша инвестициялар тартуға да болады. Ребята, отлично, я Балалар, тамаша. Сіздер қандай да бір бизнес ашпас бұрын барлығын жіті есептеп алу керексіздер. Несие өнімдерін тұтынбас бұрын 100 рет ойлану керек. Өзіңнің барлық тәуекелдеріңді есептеп, нақты мақсатыңды белгілеп алу керек. Бұл несиені не үшін алып жатырсыз? Мен сіздерді кәсіпкерлік бағыттарыңыздан тайдырып отырған жоқпын. Алайда тренингте өткен ақпараттарды түсініп, болашағын қамтамасыз еткісі келген адам алдымен барлық тәуекелдерден есептеп алу керек. Алайда қаржы нарығының қыр-сырын зерттеу мүмкін емес. Дегенмен біліміңізді қолданып, іске асырсаңыз, болашақта пайдасын түсінесіз. Қандай да бір ұтыстарға, лотереяларға мұрагер боламын деген үміттерге сенім артудың қажеті жоқ. Қаржылық шешімдер қабылданбас бұрын барлығын саралап ойланған жөн. Несие алу қай жағдайда да жөн болады. Сенім артқан ісіңе, білім алуыңа, денсаулығыңа, ал бір сәттік сұраныстарды қанағаттандыру үшін несие рәсімдеу ақымақтық. Дұрыс ойланбасаңыз бітпейтін төлемдерге тап боласыз. Несие тарихыңыз бұзылса, алдағы өміріңізге жағымсыз әсер етуі мүмкін. Ақша есепті жақсы көреді. Осымен сабағымыз аяқталды.